Қазіргі таңда экологиялық мәселелер бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Табиғаттың ластануы, климаттың өзгеруі, ресурстардың азаюы әрбір азаматтың жауапкершілігін талап етеді. Экологиялық тәрбиені ерте жастан бастау, болашақ ұрпақтың табиғатқа жанашыр көзқарасын қалыптастырудың ең тиімді жолы. Балабақша осы тәрбиенің алғашқы баспалдағы. Бүгінгі кішкентай бүлдіршін ертеңгі табиғатты қорғаушы азамат. Экологиялық мәдениет бір күнде қалыптаспайды. Ол күнделікті қарапайым әрекеттерден басталады. Балабақша экологиялық білім беру, экологиялық мәдениетті қалыптастыру жасыл балабақша жобасы аясында жүзеге асырылуда. Жобаның мақсаты мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру арқылы табиғатты қорғауға, жауапкершілікпен қарайтын тұлғаны тәрбиелеу және күнделікті өмірде жасыл технология элементтерін қолдануға баулу. Жобаның міндеттері балалардың табиғат туралы білімдерін кеңейту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, табиғи ресурстарды үнемі пайдалануға тәрбиелеу, қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу туралы түсінік қалыптастыру, зерттеу және тәжірибе жасау дағдыларын дамыту, еңбекке жауапкершілікке тәрбиелеу, ата-аналарды экологиялық жұмыстарға тарту, балабақшада экологиялық қауіпсіз орта қалыптастыру. Жоба нәтижесінде балалардан күтілетін нәтижелер: қалдықтарды сұрыптай алады, су мен электр энергиясын үнемдейді, өсімдіктерге күтім жасайды, табиғатты қорғау ережелерін сақтайды, зерттеу дағдыларын меңгереді, жасыл технологиялардың қарапайым элементтерін қолданады. Ата-аналармен күтілетін нәтижелер: экологиялық мәдениетті қолдайды, отбасында табиғатты қорғау дәстүрін қалыптастырады, баламен бірлескен экологиялық жұмыстарға белсенді қатысады. Табиғатты қорғау бір күндік акция емес, ол өмірлік ұстаным. Біз бүгін баланың жүрегіне табиғатқа деген сүйіспеншіліктің дәнін ексек, ертең ол туған жерін қорғайтын саналы азамат болып өседі.